Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода мандарин жайында тың ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сондықтан каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Мандарин Қытай тілінен аударғанда бай адам деген мағынаны білдіреді. Португалдар Қытай шонжарларын мандариндер деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де отаны аспан асты елі. Мәңгі жасыл болатын ағаш бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс беретін мандарин ағаштары болған екен. Ресейлік мамандардың айтуынша, бұл жемістің түрлері витаминдерге, микро және макро элементтерге, антиоксиданттар мен басқа да пайдалы минералдарға бай болып келеді. Ал мұндай заттар зең мен бактериялардың көбеюінің алдын алып, қыста суық тиюден сақтайды. Оның құрамындағы бета-каротин жүрек жұмысын реттеуге ықпал ететін көрінеді. Сонымен қатар диетологтар асқазан мен ас қорыту мүшелерінің ауруы бар және асқазан қышқылы жоғары адамдарға мандаринді жегенде абай болуды ескертеді. Бұған қоса, олар цитрусты жемісті аш қарынға жеуге болмайтынын қосты. Ескерте кететін жайт, мандарин қабығын пайдаланбау қажет. Себебі шетелдік өндірушілер мандариннің қабығын және оны көп уақыт бойы сақтауды қамтамасыз ету үшін арнайы зеңге қарсы дәрілермен өңдейді. Ал бұл дәрілер денсаулыққа өте қауіпті. Мандариннің емдік қасиеттері: жөтелге қарсы пайдалы. Қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандариннің шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат нобилитин бауырда майдың жиналмауының алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сонымен қатар оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздықта, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамды көп деген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл А, Д, К дәрумендері, сонымен бірге калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин бар. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе, жөтелді жазып, қақырықты бірден түсіреді. Мандариннің тағамдық құндылығы өте аз. Жеңіл жеміс саналады. Бірақ құрамында қант көп. Соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуды жақсартуға қауқарлы. Ендігі кезекте мандариннің адам ағзасына зияндылық жағын қарастырайық. Мандарин цитрусты жеміс болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға мандарин беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазан ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруларына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің каротині мен А дәрумендері бауырға салмақ салып, бауыр ауруларын асқындыру мүмкін. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге осы видеоны
өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.